Қайырлы кеш қыздар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін өте жұмсақ, әрі дәмі өте керемет қызыл мақпал пирожный рецептімен бөлісемін. Алдымен бөлме температурасындағы айранымызға ас содасын салып араластырып қоямыз. Айранымызды шетке қойып, жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстіне шекер салып, массамыз 2-3 есе ұлғайғанша жақсылап миксердің көмегімен миксерлеп аламыз. Жұмыртқалы массамыздың үстіне айранымызды және қызыл красителімізді қосамыз. Мен индийский краситель пайдаландым. Сіздерде егерде гелевый краситель болса, гелевый краситель қоссаңыздар да болады. Кез келген кондитерлік дүкендерде екеуі де сатылады. Енді осы сұйық массамыздың үстіне разрыхлителімізді ұнымызға қосып, екеуін жаңағы сұйық массамыздың үстіне қосып, миксердің көмегімен жақсылап миксерлейміз. Ұнымызды жақсылап біркелкі араластырып болғаннан кейін ыдысымыздағы сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Дайын массамызды осындай төртбұрышты формамызға пергамент төсеп, біркелкі етіп, екі бөлікке бөліп орналастырып, алдын ала қыздырылған 180 градус пеште 20-30 минуттың шамасында пісіріп аламыз. Пісіп шығу уақыты сіздің пешіңізге де байланысты болады. Корждарымыз пісіп шықты. Енді осы корждарымызды бір тегіс етіп, суығаннан кейін кесіп алдым. Енді креміне кірісеміз. Ол үшін холодильниктен шыққан творожный сырымызға сахарный пудраны қосып, жақсылап миксердің көмегімен миксерлеп аламыз. Менің каналым ұнап жатса, тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген рецепттермен бөлісемін. Осы творожный массамыздың үстінен салқын сливкиімізді қосып, миксердің төменгі жылдамдығынан жоғары жылдамдығына көтере отырып, қоймалжың масса болғанша миксерлеп аламыз. Ыдысымыз құрғақ және сливкиларымыз өте салқын болса, креміңіз өз формасын ұстайтын қоймалжың болып шығады. Дайын кремімізді осындай кондитерлік мешокқа саламыз. Мен пирожныйымызға кремді жағу үшін Вопипайға арналған 808 номерлі насадканы пайдаландым. Енді осы суыған корждарымызды бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Мен ыңғайлы етіп 8 бөлікке, әр коржды 8 бөлікке бөліп алдым. Сол кезде менде 8 пирожный шығады. Енді осы кесілген корждарымызға кремді видеодағдай етіп жағамыз. Қалауларыңыз бойынша бұл пирожныйды бұдан да кішкентай бөліктерге бөліп істесеңіздер де болады, ол өз еркелеріңізде. Осы пирожныйларымызды қалауларыңызда сәндесеңіздер болады. Мен жан-жағынан кесіп алған корждарды бетіне үгіту арқылы сәндеп шықтым. Дастарханның сәнін беретін керемет әрі жұмсақ, дәмі өте керемет пирожныйды міндетті түрде үйде жасап көрсеңіздер болады. Сіздермен болған Айнұр, оразаларыңыз қабыл болсын. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.